Атырау халқы әрқашанда дайын болу керек. Неге? Өйткені осындай қобдиша ұстап жүрік. Өйткені бізде экологический ең нағыз ауа көрсеткіші төмен экологический катастрофа ғой, бізде білесіздер. Өйткені қамыс өртенеді, анапызың анаяқта заводтар. Мынау мен өзімде қобдиша бар жалпы. Бұл противогаз советский. Мынау неге жаңа қағазға оралып тұр, жалпы бұл шығарылған жоқ. Мынандай противогаз мына жерге байланады жалпы. Мынау фильтр ғой жалпы. Мынау фильтр. Мынау новый, ешқандай бір киілмеген жәшіктен шығардым өзім. Енді мынандай түрі бар, и сосын мынандай түрі бар. Міне противогаз. Білесіздер ғой кездерінде. Міне Атырау халқы постоянно осы қобдишаны ұстап жүру керек деп ойлаймын. Өйткені неге? Бізде анау қамыс өртің бар, анапызың бар, тағы да басқа заводтардың бар, улап атқан. В случае чего любой уақытта дайын болу керек қой. Мына фильтрің бәленбай уақытқа шейін шыдайды. Бұл енді фильтрден көрсетейін сіздерге. Мынандай фильтр жалпы оны ашып. Мына қағаз советский иістейтін. Ой, шіркін, иістейтін. Кәдімгі. Мына түсінбеймін мына жазуларды иістейтін еді. Бұрқырап тұр ғой, кәдімгі бұрқырап тұр ғой. Новый ғой, шіркін, ай, қайран. Ешкім ұстамаған, ешкім кимеген. Дайын болу керек Атырау халқы осыған. Ал сіздердің пікірлеріңізді жаза кетіңіздерші осыған. Шын ма, дұрыс па?